ата-аналар, екінші сынып оқушыларының біз әртүрліміз, бір теңбіз деген хадис анықтапты. Сенімсіздер? Birinchi mavlud Қазақстан халқының бірлігі күні. Айтулы мереке елбасымыздың 1996 жылы қабылданған жарлығы бойынша тойланып келеді. 100-ге жуық түрлі ұлт өкілдерімен ұлыстар тату тәтті тұрамыз. Еліміз үшін жарты күннің маңызы зор. Жылы құрылған Қазақстан халықтарының ассамблеясы құрылды. Сондықтан да ынтымағы мен бірлігі жарасқан татулыққа тірегі болған Қазақстан барлық ұлт өкілдері 1 мамыр атап өтеді. Сенің көктем екені, ал көктемде ендігі мамырға не жетеді? 1 мамыр сол көктем халық ынтымақ күні. Табиғат сұлулығы мен ұштасқан халық шаттығы. Достық жыры мамырдың бірі, достық күні халық үні. Тұтасқан ұлттардың бәрі жарасқан жаны елімнің бағы, қос ашқан жүздері жарқын сүйікті халқым бұзбайды салтын достығын. Сәбит Дөненбаев, бірлік әуелі еті біліп басыңды қос. Сонан соң әр мұратта қалмасын бос. Жеке дап ының шықпас сынды кез. Жан қорғау жалғыз тура көрініп қос. Деген бар бұрын мана көп қорқытар. Оларда дұрсын тұташ дұшпанда дос. Алатаудың ала болып тұрған күнде асының ауызындағы кетуі тос. Таласты алапықпен тастамасын. Bir күні туған жерде айтарсын қош. Бірлікпен видео салған қылмысқа да қазағын ісін оңбас бірікпе қос. Ел бірлігі ең асыл қасиет. Бірлік, ынтымақ, сабырлық пен парасаттылық ең алдымен өзімізге қазақтар керек деп көргендіктен елбасымыз айтқандай, біз сияқты көп ұлтты мемлекеттің жаңа болмысының бір көзі Қазақстан халықтарының бірлігі, бейбітшілігі жасасын, ынтымақ жасасын. 1 мамыр Қазақстан халықтарының бірлігі күні жасасын. Қор, ағайымыздан. Ortak
айнала көзсіз бірліктің аймағын көрсең мұнда кел. Өмірдің бірі достық үні, әр салып имиіз халықтың үні, тұтасып ойлаймыз ұлттардың керемет мерекесі мамырдың бірі. Қазақ жері қонақжай төрдің жері, қазақ елі қасақтай ердің елі, тоқымды тарихтың қуғын көрген баж елге күтмеген болған еді. Зұлым көп шеккен қасіретті, о тұрпағы өнерлі өсиетті, риза көңілменен елге деген арнайды барша халық ақ тілекті. Жерде ортақ сыбаға, күресте дайым біргеміз, арада жол жоқ сынағы, мәрмәрдей тұтас іргеміз, өлкемде өлмес тұрамыз, қалада жаздан қыстанда, жорағат жұрттар тұрамыз, осындай Қазақстанда.
менен табигатты тамаша дос ортаксыз. Thank you.
Халқым мәңгі ғұмыр кешсін бақытты, ар толқынмен байлап болған күндігім. Бірлік керек ағайын, елдің басын біріктірген ағайын. Ал болмаса ашу жылы, ойда бар, әй-кәлкесі қатты сәнді жат. Кез керек бірлік керек ағайын, асат тұсын бейбітшілік сақтайын. Жер басынан жер жұрттан құтты бар, Алла-Тағала үкіметін сынайтын, бірлік керек ағайын. Асай кампас олас, аудан жүрек келер, бақытты мәңгі, бақ